Құрметсіздер, бүгін өтетін тақырыбымыз есімдік. Мақсатымыз есімдік қай сөз таптарының орнына жұмсалатынын білемін, есімдіктерді мәтіннен таба аламын. 32-ші тапсырма. Өлеңді мәнерлеп оқы. Құс емес бір айбарлы, көкек тіп-тік айдарлы. Ол жыл құсы, көктемде қар кетіп, жер кепкенде жылы жақтан қайтады, өз атын тек айтады. Ережені есіңде сақта. Зат есім, сын есім, сан есімдердің орнына жұмсалатын сөздерді есімдік дейміз. Есімдіктер мен, сен, біз, сіз, ол, өзі, бұл, сол, кім, қанша, қайда, ешкім, әркім, ешқашан, әрқайсысы, тағы да басқа. 3-ші тапсырма. Жаңылтпашты оқып, жатқа жаз. Үйір үйректі, үйірге кім үйретті? Үйір үйректі, үйірге өзім үйреттім. 34-ші тапсырмада берілген есімдіктермен сөйлемдер құрап айт. Әркім, ешкім, ешқашан, ешқандай. Бұл есімдіктердің жазылуын есте сақта. 35-ші тапсырмада мәтінді мазмұндық жағынан ретке келтіріп жаз. Олардың біразын су құстары деді. Әлемде алуан құстар бар. Себебі олар көбінесе суда өмір сүреді. Су құстары қаз, үйрек, шағала, тағы басқалары. Олардың жүні, қауырсыны майлы болады. Сондықтан оларға су жұқпайды. Олар суға батпайды. Қазір біз бұны ретке келтіріп жазған кезде біз 35-ші тапсырмада мәтінге ат қойып, су құстарының суға батпау себебін түсіндіресіздер. 36-ші тапсырма. Түсіп қалған есімдіктерді орнына қойып, өлеңді көшіріп жаз. Келеді ұшып тырналар, үшкілденіп тізіліп, қайтқан сайын жылда олар, қараймыз біз қызығып. Тырна туралы мәліметтер айтатын болсақ, тырна ерекше және әдемі құс, оның ұзын мойны мен тұмсығы бар. Барлығы тырналардың 15 түрі есептеледі. Олардың көбісі қызыл кітапқа енген. Батыс Алтай мемлекеттік табиғи қорығында сұр тырна мекен етеді. Олар Қара және Ақ оба өзендерінің су жиналатын бассейндері айналасында таулық, жазық, батпақты учаскелерде дербес жұптарымен ұя салады. Тырналар жыл құстары. Олар жылы жаққа 15 000 қашықтықта ұша алады. Кейбір түрлері азық іздеп күніне 500 км ұшып жүреді.